Сәлеметсіздер ме балалар? 11-ші бөлім. Қазақстандағы ұлттар достастығы. Мұхтар Мағауиннің «Бір атаның балалары» повесінен үзіндімен танысамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Бірлігі жарасқан ел». Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау, бағалау критерийлері, тыңдалым мазмұнын түсіне алады және нақты ақпаратты анықтай алады. Дескрипторлар мәтін бойынша сұрақ құрастыра алады, білу, түсінуге бағытталған сұраққа жауап бере алады. Бірлігі жарасқан ел. Қазақстан Республикасында 130-дан астам ұлттың өкілдері тұрады. Қазақстанда орыс, дүнген, неміс, татар, ұйғыр, кәріс, түрік, қытай, өзбек, корей, украин және тағы басқа тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Қазақ халқы елімізде тұрып жатқан 100-ден астам ұлт өкілдерін құшақ жая қарсы алды. Олардың қазақ жеріне қоныстанып, өмір сүруіне жағдай жасады. Қазақстан түрлі ұлт өкілдерінің басын қосқан ұлы мекен. Қазақ халқы тарихтың түрлі кезеңдерінде басқа ұлт өкілдерін ерекше ықыласпен бауырына басты. Олардың салт дәстүрі, тілі мен мәдениеті жоғалмас үшін қолайлы жағдай жасады. Соның нәтижесінде ұлан-байтақ қазақ жерінде барлық ұлттың өкілдері бір атаның балаларындай ынтымақтастықта өмір сүріп келеді. Қазақстан бүгінде ұлттар мен ұлыстар мекендеген достық пен туысқандықтың, ынтымақ пен ырыстың ордасына айналды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның бейбітшілік мекені болуы керектігін міндет етіп қойды. Балалар, берілген суретке қарап, маған мына сұрақтарға жауап беріңдер. Қазақстан Республикасында қанша ұлттың өкілдері тұрады? Қазақстан қандай мекен? Қазақ халқы кімдерді құшақ жая қарсы алды? Оларға қандай жағдай жасады? Қазақстан бүгінде қандай елге айналды? Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев нені міндет етіп қойды? Бұл сұраққа жауап табу үшін 84-ші беттегі 3-ші тапсырмаға назарларыңды аударуларыңды сұраймын. Бүгінгі жаңа тақырыптың лексикалық минимуммен танысып шығыңыздар. Жаңа сөздер: ұлт өкілі, бірлік, ынтымақ, тату-тәтті, құшақ жая қарсы алу, бауырына басу. Ұлт өкілі – представитель нации, бірлік – единство, ынтымақ – солидарность, тату-тәтті – дружно, құшақ жая қарсы алу – теплый прием, бауырына басу – принятие. Сөздерді қайта-қайта оқып, қайталап шығыңыздар. Қайталап болған соң, осы сөздерді сөздік дәптерлеріңізге көшіріп жазуларыңызды сұраймын. Оқылым. Тапсырма орындайық. Мәтінді оқып, жаңа сөздерді қайталай отырып, қай сөздермен байланысып тұрғанын анықтауларыңызды сұраймын. Сәйкестендіріңіздер. Ұлт өкілі, тату-тәтті, құшақ жая, бір атаның ықыласпен, балаларындай бауырына басты өмір қарсы алу тұрады. Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, енді тексеріп көрейік. Ұлт өкілі тұрады,
тату тәтті өмір, құшақ жая қарсы алу, бір атаның балаларындай, ықыласпен бауырына басты. Барлық тапсырмалар түсінікті болған болса, енді балалар үйге тапсырманы қабылдаңыздар. Оқылым тапсырмасы, 3-ші тапсырма 84-ші бет. Сонымен қоса лексикалық минимум ұлт өкілі, бірлік, ынтымақ, тату тәтті, құшақ жая қарсы алу, бауырына басу. Осы жаңа сөздерді қайталауларыңды сұраймын. Жазылым тапсырмасы бойынша 2-ші тапсырма 84-ші беттегі диаграмманы толтырып болған соң, сол сөздерді қолдана отырып сөйлем құраңдар. Сөйлем құрап болған соң, осы тапсырманы орындап, WhatsApp желісі арқылы жолдауларыңызды өтінемін. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сіздермен кері байланыс орнатайық. Сабақ бойынша сіздерге ұнаған әрекетті және көңіл күйлеріңізді, егер ұсыныстарыңыз бар болса, я болмаса осы сабақ барысында сіздерге қиындық тудырғаны жағдайлар болса, осының барлығын жазып жіберулеріңізді өтінемін.